Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Алтын. Бүгін сіздермен 15 минутта дайын болатын өте дәмді печенье дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа салып, үстіне қант салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды құямыз. Сұйық майдың орнына ертілген сармайды да қолдансаңыздар болады. Аздап араластырып алып, үстіне қопсытқыш қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды ситадан өткізіп, аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Міне осындай жұмсақ қамыр болады. Өзімізге керекті мөлшерде домалақтап, противенге орналастырамыз. Үстін жай басып, әдемілік үшін жүрек тәріздес форма шығардым. Енді сол жүректің үстіне қалаған вареньеңізді салсаңыздар болады. Мен қызанақ вареньесін пайдаландым. Қызып тұрған пеште 15 минуттай пісіріп алдым. Міне печеньеміз дайын, тез дайын болады, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.